Сәлем достар! Бүгін сіздермен асқабақ жайлы пайдалы ақпаратпен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Асқабақтың құрамында дәрумендердің көптігінен болар, оны мың бір ауруға ем боларлық деп есептейді, және дәрумендер чемпионы деп те атайды. Адамға пайдалы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Асқабақ көз көру нашарлағанда, қаназдық, артық салмақтан арылғысы келетін адамдарға таптырмайтын ем. Дәрігерлер қауымы жүрек әлсіздігінен жүдегендерге ем ретінде асқабақтың жұмсақ мәйегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасына тануға болатынын айтады. Асқабақтың несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері белгілі. Жүрек, қан тамыр аурулары, гипертония, зат алмасудың қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылады. Асқабақ дәнін балмен араластырып жеп, ішек құрттарды түсіру үшін пайдаланады. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стақан шырынын ішу керек. Яғни сөлін жаңа пайдаланған күйінде ғана ішеді. Өйткені үйде сақталуы қиын. Асқабақ шырынын балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп, тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқазан ішек жолдары, асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стақан шырыны немесе қайнатылғанын жейді. Теріге қышыма, есек жем шыққанда, не болмаса күйік шалғанда үккіштен өткен мәйегінен компресс жасайды. Сары ауру дертінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы, әрі қызметті жақсартады, әрі пайдалы. Простатит кезінде жарты килограмм тазаланған асқабақ дәнін шикісін ет тартқыштан өткізіп, 1 стақан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкаға салып, қалғанын тоңазытқышта сақтайды. Күніне 1 рет аш қарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет ғана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жібереді. Жер шарында бұл көкөністің 10-даған түрі бар. Оның 3 түрі 1 жылдық, қалған 7-і көп жылдық. Достар, бүгінгі менің видеом ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Айко.